Фильм Холли есімді әйелдің Канада тауларына, крипто шыңына сапар шегуінен басталады. Бірнеше сағаттық жолдан кейін ол жерге жетеді. Онда басқа әйелдермен өзін Купер деп таныстырған жолбасшы бар. Олар жаяу серуенді бастайды. Ның қолында серуенді жазуға арналған камера бар. Олар бір жерде тоқтап, Купер топтағы әйелдердің қаншасы жергілікті аңызға байланысты келгенін сұрайды. Содан кейін Барн Валентиннің қабір тасына нұсқайды. Ол Валентиннің криптозоология саласындағы ардагер болғанын, және оның жоғалуы жұмбақ екенін айта бастайды. Валентиннің жұмысы Огре, Пого, Иити және үлкен аяқ сияқты жаратылыстардың бар екенін дәлелдеу болған. Әйелдердің бірі орманда үлкен аяқ бар ма деп сұрайды. Купердің жүзі өзгеріп, одан да жаман нәрсе бар екенін айтады. Ол 3 жыл бұрын крипто шыңында жергілікті жолбасшылар Валентиннің заттарын, шатыр мен ұйықтау қапшығын тапқанын, бірақ ешқандай іс, мәйіт, сүйек, қан немесе Валентиннің өзі жайлы ешбір белгі табылмағанын айтады. Бір әйел Валентиннің не іздегенін сұрағанда, Купер өз болжамын айтады. Валентин ұзын, жіңішке, ұзын қара шашпен жабылған гуманоид, сукре деген жаратылысты іздеген болуы мүмкін. Бүкіл әңгімеге сенетін сияқты, ол байсалды және алаңдаулы көрінеді. Жолбасшы алғашқы куәлік 1925 жылы жүк көлігінің жүргізушісі сукрені көріп, әрең құтылғаны туралы айтады. Купер жаратылыстың сүйкімді көрінетінін әзілдеп айтады. Бәрі күледі, тек күлмейді. Ол сукренің кеңістікпен уақытты шатастыра алатынын ескертеді. Олар серуенді жалғастырады. Топ бірге жүргенде, алыста бір нәрсені байқап, жалғыз орманға қарай кетеді. Бірнеше минут жүргеннен кейін ол ағашта ілулі тұрған қызыл мата кесегін табады. Еш реакция білдірмей, әрі қарай жүре береді. Орманның тереңіне енгенде тағы бір қызыл мата кесегін көреді. Ол алға қарағанда кейбір дауыстар естиді. Камерасын шығарып жаза бастайды. Ағаштың бұрышына назар аударғанда сукремен кездеседі. Жаратылыс оның санасын басып ала бастайды. Құлағынан бірдеңе ағады, көздері жансыз болып көрінеді. Жаратылыс оған тигенде, орманнан зорға қашып құтылады. Бұл уақытта басқа әйелдердің қайда кеткенін және топтан қалай адасқанын таңғалады. Еш жерде орналасқан дәретханаға кіріп, құлағын жуады және болған оқиғаның шын екеніне күмәнданады. Топқа оралады. Купер әйелдерді бір-бірлеп шақырып тексеруге кіріседі. Ның кезегі келгенде ол естиді, бірақ қозғалмай тұрады. Купер тағы да оның Холли екенін сұрайды, бірақ әйел жауап бермей, сол күйі қатып қалады. Басқа әйелдердің дәмсіз әзіл ойнап жатыр деп ойлайды және оның бірінші шақыруда қайда болғанын таңғалады. Купер қалған әйелдерді жібереді, ал қатып қалған күйде қалады. Ол қайта жүре бастайды, бірақ дауыстарды ести береді. Не болып жатқанын түсінбейтін сияқты, тіпті көлігін табуда қиындық көреді. Көлікке отырғанда сөмкесін ақтарып, жеке куәлігін көреді, бірақ өзін танымайтын сияқты. Ол сол жерден кетуді шешеді. Үйге жеткенде жеке куәлігін қайта қарап, басқа адамдай көрінеді. Үйге күдікпен кіріп, біреу бар ма деп сұрайды. Келесі күні таңертең әйел оянып киім іздейді және үйді аралайды. Ол шынымен басқа адамдай, бәрі жаңа болып көрінеді. Заттарды ақтара бастайды және крипто шыңы туралы постер мен кейбір суреттерді табады. Ол үстелге отырып, суреттерді қарайды, бірақ бірдеңе дұрыс емес сияқты. Камерадағы жазбаларды тексеруді шешеді. Сол кезде телефон шырылдайды, ол жауап береді және қоңырау шалушыны сұрайды. Ер адам өзін Дэн деп таныстырады. Ол К-ның бастығы сияқты, бірақ оны танымайтын сияқты. Дэн оның жұмысқа келе ала ма деп сұрайды. Түстен кейін ешкімнің бос болмауына байланысты жұмысқа шақырады. Дэн пациенттің анасының қатты ауырып жатқанын және оған алып тастау қажет екенін айтады. Бұл тіс дәрігерінің жұмысы деп ойлайды, бірақ жұмысқа келгенде бұл ветеринария екенін біледі. Оның әріптесі Брю қанға малынған күйде қасында пайда болады. Одан неге қанға батып тұрғанын сұрайды. Брю сөйлей бастағанда бәрін оғаш көріп, тез арада үйіне қайтады. Түнде табиғаттан тыс құбылыстар туралы веб-сайтты қарап, Барн Валентин туралы іздестіру жүргізеді. Ол жоғалған адам туралы хабарландыруды табады, онда оның өз жүзі бейнеленген. Бұл оны одан сайын шатастырады, өйткені Барн Валентинге ұқсайды. Ол не болып жатқанын түсіне алмай, ойлануға уақыт жоқ, себебі үйінің сыртында бір түрлі көлеңке көреді. Тез арада баспалдақпен төмен түсіп, терезелердің сынуын естиді.
Ол көлігіне жүгіріп, жолға шығады. Бірнеше сағат бойы тас жолмен жүреді, бірақ жылдамдықпен келе жатып, кенет оянады және күндіз екенін байқайды. Көліктің сағатына қараса, сағат түстен кейінгі 3 екен. Ол бұл қалай мүмкін екенін түсінбей, сол жерден кетуді шешеді. Жолда радиодан Канададағы аңыздар және Барн Валентиннің жоғалуы, Сукремен байланысты болуы мүмкін деген әңгіме естиді. Енді Барн Валентинді іздеуге бел буады, және тауларға жақын қонақ үйге барады. Қонақ үйге келгенде иесі Сали оны қарсы алып, туристік орындарды ұсынады. Бірақ, мақсаты басқа, ол досын іздеп жүргенін айтып, Барнның атын атайды. Сали Барнды монстр аңшысы ретінде таниды және оның жоғалғанын айтады. Құжаттарды толтырып, бөлмесіне шығып, Барн Валентин туралы көбірек ақпарат іздейді. Ол Барнның Сукре туралы айтқан деректі фильмін табады. Онда Барн Көккөл маңындағы ызыңдаған дыбыстар туралы айтады. Бұл ақпаратты жазып алады. Деректі фильмде Барн кенет қарайды, бұл оны таңғалдырады. Сол кезде Сали есікті қағып, К-ны ішімдікке шақырады. Екеуі ішіп әңгімелеседі. Неге мұнда екенін білмейтінін айтады, ал Сали оның ерекше екенін және бір нәрсенің оған тигенін, енді қашып құтыла алмайтынын айтады. Сали түсініксіз сөздер айтып, бір түрлі ән айта бастайды. Кейін Сукремен кездескен жерде қызыл шапан киген біреудің тау басында тұрғанын көреді. Ұйықтап кетеді, бірақ көп ұзамай оянып, ноутбугын алып, Барн туралы зерттеуді жалғастырады. Ол Барнның күйеуінің әйелінің үйге оралуын сұраған видеосын табады. Күйеуінің жүзін көрген ноутбукты жабады. Салимен қоштасуға шешім қабылдаған оны шақырады, бірақ жауап болмайды. Ол ақшасын қалдырып, жолын жалғастырады. Қайтадан крипто шыңына барады. Орманға кіріп, жауап іздейді, бірақ аңыздың шын екенін білетіндіктен қорқады. Сукремен кездескен жерге жеткенде, алдынан Дарла есімді әйел шығады. Өзін Валентин Старлет деп таныстырады. Дарла дан Сукрені іздеп жүрме деп сұрайды, және оған тигендердің бәрінде бірдей иіс болатынын айтады. Дарланың Сукрені көргенін сұрайды, ал Дарла күліп, оған қалағанын көрсететінін айтып, еріп жүруін сұрайды. Дарланың ормандағы кабинасына барады, онда көптеген зерттеу материалдарын көреді. Дарла ға сусын ұсынады, оны қабылдайды, бірақ ішкеннен кейін өзін нашар сезінеді. Дарла тек күледі. Старлет ға бірнеше затты көрсетуді шешеді, және көп ұзамай жаратылыстың суреттері бар дәптерді ашады. Старлет бұл жаратылыстың аңда, рухта болуы мүмкін екенін, оны барлығы көре алатынын, бірақ аз адамдарға ғана көрінетінін айтады. Ол дан денесінен қандайда бір бөлінді шыққанын сұрайды. Құлағынан бірдеңе шыққанын айтқанда, Старлет бұл тамаша деп дәптерден мегакосм қалдығы деп атайды, бірақ оның иісі ерлердің бөліндісіне ұқсайтынын ескертеді. Старлет жаратылыстың шығатын порталы тапқанын айтып, ға нақты орнын көрсетеді. Ол балмұздақ алуға кеткенде, дәптерді ақтарады және онда Диана есімді қыздың суретін табады. Старлет бұл оның қызы екенін айтады. Старлет 10 жыл бұрын осы аймаққа көшіп келе жатқанда, Диананың орманда дәретке барғанын және қайтып оралмағанын әңгімелейді. Бұдан шошып қалай болғанын сұрайды. Старлет бұл Сукренің кесірінен болғанын, сол күні уақыт тоқтап қалғандай болғанын айтады. Енді оның бар мақсаты қызын табу үшін Сукрені іздеу. Өз жазбаларын Старлетке көрсетеді, ал Старлет кадрлардағы жаратылысты көріп қуанады. Сукренің адамдардың өзін-өзі ұмытуына себеп бола алатынын сұрайды. Старлет жаратылыстың құрбандарының ақылсыздығынан қоректенетінін айтады. Өзін нашар сезініп, Сукре мен қызыл шапанды бейнені көреді. Есінен танып, Старлеттің үйіндегі диванда оянады. Старлетті шақырса да, жауап болмайды. Ол Старлеттің камерасын алып кеткенін байқап, фонар алып, оны іздеуге орманға шығады. Іздеу кезінде бір қызға соқтығысады. Ол дан жағдайының жақсы екенін сұрайды. Жолдан адасып кеткенін айтады. Қыз автотұрақ жақын жерде екенін айтып, ны қорықпауға және бәрі жақсы болатынына сендіреді. Шындыққа оралғанда жалғыз екенін түсінеді, және қыз айтқан автотұраққа барады. Тамақтанып отырғанда, қабырғада Старлеттің қызы, Диананы қоса алғанда, бірнеше жоғалған адамдардың хабарландыруларын көреді. Азық-түлік фургонының иесі дан жағдайын сұрайды, ол жақсы екенін айтады. Ол мотель іздейтінін айтқанда, иесі 6 жолмен жүріп, мотель таба алатынын айтады.
Келесі күні Барн Валентиннің күйеуі туралы тағы бір репортаж көреді. Ол қазір қайырымдылықпен айналысатын белгілі заңгер. Репортер күйеуінен әйелі туралы сұрағанда, ол Барнды мейірімді, мықты, қамқор және өте ақылды деп сипаттайды. Бәрінен шаршап, ішімдік ішу үшін шығады. Барда Джи есімді мас әйелмен танысып, тез арада дос болады. Дан кәсібін сұрайды. Монстр аңшысы екенін айтады. Джи мұны күлкілі деп санап, К-ні билеуге шақырады. Билеу кезінде Ға Джон Деланиді іздеуді, өйткені ол шындықты білетінін айтады. К кетуге шешеді, бірақ алдымен дәретханаға кіреді. Ол жерде көздерінің түсі өзгереді, қасындағы әйелге шабуыл жасайды, және көптеген оғаш оқиғалар болады, әйел есінен танып қалады. Келесі күні Джидің кеңесімен Джон Деланиді іздеуге барады. Оны Джонның қызы Саша қарсы алады. Саша К-ні әлеуметтік қызметкер деп ойлап, дәрігердің темекі шегуге рұқсат бергенін, өйткені бұл оның мазасыздығына көмектесетінін айтады. К басқа мақсатпен келгенін айтады. Саша К-ні таныс деп ойлайды. К өзін Барн Валентин деп таныстырып, монстр аңшысы екенін айтады. Джонның әйелі Жанет пайда болады. К өзін Валентин деп таныстырып, Сукре туралы бірдеңе білетінін сұрайды. Жанет басында сөйлесуден бас тартады, өйткені оны бәрі есінен адасқан деп санайды. Бірақ күйеуі оны көндіреді, және Жанет Сукренің олардың тірейлеріне басып кіруге тырысқанын, терезедегі іздерді көрсетеді. Полиция бұл аю болуы мүмкін деді, бірақ бұған келіспей, бұл Сукре екенін айтады. Жанет Сукренің үлкен аузы мен алып қолдары бар жаратылыс екенін растайды. Жанеттің сөздері К-ні қуантады. К ескертпелер жазып алады, ал Жанеттің күйеуі оны түнеуге шақырады, соңында келіседі. К көңіл көтеруге мүмкіндік алады, және Жанеттің ұлы Сашамен сөйлескенін байқайды. Саша орманға кетеді, К оны ертіп жүреді. Саша оған әзіл ойнайды және қорқытады, бірақ кейін кешірім сұрап, оны бір жерге шақырады. Оған мұндай жолмен қарауға болмайтынын айтады. Саша анасының Сукремен кездескеннен кейін бәрінің оны есінен адасқан деп санай бастағанын айтады. Саша тақырыпты өзгертіп, Барнды қайта көрем деп ойламағанын, оның ұзақ уақыт жоғалғанын айтады. Ол Барнға құпиясының қауіпсіз екенін айтып, уайымдамауды сұрайды. Бір сәтте Сашаның жүзі жынды пішінге, енет personally, ол К-ға олар сияқты адамдар бірге болуы керек деп екеуінің ерекше екенін түсіндіреді. К Сашаны түсінуге тырыспай, оның қасында ұйықтап қалады. Кейін кетуге тырысады, бірақ тұрғындар оның тым мас екенін айтып жібермейді. Жанеттің күйеуі оны ертіп жүруге көндіреді, және олар бір түрлі жыныстық әрекеттерге барады, бұл жиіркенішті процесс болады. К немесе Сукре ер адамды өлтіреді. К оянғанда ер адамның жалаңаш денесін ауырсынумен жатқанын көреді. Оны өзі жасағанына сене алмай, көлігінен бірдеңе іздейді, бірақ ештеңе таппай, қатты ашуланады. Ол қайта жолға шығады, және ақ киімді әйелдің өзіне қарай жүгіріп келе жатқанын көреді, ол өзінің өзі екенін түсінеді. К көлікті бұрып үлгереді, бірақ кейін ешкімді көрмейді. Келесі таңда К басқа қалада жаяу жүріп, Барн Валентиннің үйіне барады. Есікті қағады, Барнның күйеуі Морган шығып, оны әйелі деп ойлап құшақтайды, бірақ ол зұлымдықты үйіне кіргізіп жатқанын білмейді. Морган К-ні ішке кіргізіп жуындырады, және сұрақ қоймайтынын айтады. Ол әйелінің оралғанына қуанышты екенін айтып, бәрін ұмытып, жаңадан бастауды ұсынады. Көршілердің өсек айтатынын ескертіп, К-дан жай ғана күліп, бәрі жақсы сияқты қол бұлғауды сұрайды. Морган К-ға көйлек таңдайды, белгілі бір көйлек кигісі келетінін айтады. Бұл Морганды қуантады, өйткені бұл олардың Барселонаға барған кездерін еске түсіреді. Морган К-ның құлағындағы ақ шырышты көріп, сәл қорқады. Морган К-ні бақшаға алып шығады, олардың әдеттегі өміріне қайта оралу керектігін айтады. Көршілер келіп, өсектердің рас па деп сұрайды. Морган жоспар бойынша күліп, рас екенін айтады. К жүкті әйелдің қолын емес, оның ішін сипаған алып қолды көреді. К нағыз Барн емес болғандықтан, бұл адамдардың кім екенін сұрайды. Морган олардың Робинсондар отбасы байсалды түрде әйелдің жартылай өлі сияқты екенін, паразиттің онымен қоректеніп жатқанын және бұл жиіркенішті екенін айтады. Морган әйелінің мінез құлқына таңғалады. Морган К-ның қолы жараланғанын байқап, оны ішке кіргізеді. К кешкі ас дайындайды, бірақ галлюцинациядан бас алып, бәрі оғаш көрінеді.
Кешкі аста Морганнан бал айларын есіне түсіре ме деп сұрайды. Ол есінде екенін айтады. Бұл оның өміріндегі ең жақсы күн болғанын, бірақ аузында ащы дәм сезіле бастағанын және екеуінің де монстрға айналғанын айтады. Морган оны тыныштандыруды сұрайды. К-ның Сукрені барлық жерде көріп, қашып жүргенін айтып, оның қиялға берілуінен неке қирағанын еске алады. Кейін Морган душта жатқанда шу естиді және ваннаға барып күйеуінің бұрмаланған бейнесін көреді, бірақ көп ұзамай ұйықтап қалады. Морган оған қосылады. Төсекте Морган К-мен жыныстық қатынасқа түсуге тырысады, бірақ жаратылыстың оған тиіп жатқанын сезеді. Олар бастағанда Сукре Морганмен қоректене бастайды. Оны тағы да кетпеуге жалбарынады және өзгеретінін уәде етеді. К оны елемей гаражға барып көлікпен кетпек болады. Сукре-ның денесін басқарып, Морганды суық қандылықпен басып кетеді, ол жерде қан күйінде жатады. К көліктен түсіп, Морганның қанын іше бастайды. Сукре оның денесін басқарып, қорқынышты әрекеттер жасатады. Оның басқа әлемде Сукремен не істесе, Морганға да солай істейді, тілін жұлып алып, ақ шырыш құса бастайды. Сукре-ның денесін пайдаланып, біреудің үйіне басып кіреді, бірақ ол адам қашып құтылады. К бәрі басталған жердің картасын алып, сол жерге қайтады. Ол қызылмата кесегінің жанына гүлдер қойып, назарын қатты жарқыраған жарық аудартады. Фильм Сукренің порталға қарап тұруымен аяқталады.